Сәлеметсіздер ме оқушылар? Назарларыңызда қазақ тілі сабағы. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын мына сұрақтарға жауап беріп көрейікші. Жер бетіндегі суға толған табиғи ойыстар қалай аталады? Қазақстанда қанша көл бар? Қазақстандағы ең ірі көлдерді атайықшы кәне. Дұрыс айтасыңдар оқушылар. Жер бетіндегі суға толған табиғи ойыстарды көл деп атайды. Көлдің теңізден айырмашылығы оның мұхитпен тікелей байланысы жоқтығында. Көлдер жазықта да, тауда да кездеседі. Көлдердің ауданы мен тереңдігі әртүрлі болып келеді. Қазақстанда 48 мың көл бар екен. Олардың ең ірілері Каспий, Арал, Балқаш көлдері. Ендеше бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Қазақстан көлдері. Бүгінгі сабақта мәтіннен негізгі және қосымша детальды ақпаратты анықтаймыз. Сөйлемдегі есімдіктің қызметін түсініп, есімдікті зат есім, сын есімнің орнына қолданамыз. Сонымен, бірінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Мәтінді оқыңыз. Балқаш көлінің атауы қайдан шықты? Балқаш қазақ жеріндегі ірі көл. Кейбір зерттеушілер көлдің атауы ертеде су мағынасын берген балық сөзіне жұрнақ жалғану арқылы жасалған деген болжам ұсынады. Балқаш көлінің атауы жөнінде біздің пікіріміз өзгеше. Мұның өзіндік себебі бар. Біз ежелгі түркі жазба ескерткіштері сөздігінен су мағынасын беретін бал, балық сөздерінің ешбірін ұшырата алмадық. Радылов көрсеткендей, көл атауы қазақ жеріне ертеден тән сазды төмпешіктері бар былқылдақ, батпақ мағынасын беретін Балқаш сөзімен байланысты тууы ықтимал. Бұл ойымызды Телеуіт, Құманды, Алтай тілдерінің деректері растай түседі. Оларда Балқаш сөзі лай, балшық, тұнба мағыналарында қолданылады. Егер осы деректерге сенсек, Балқаш сөзі батпақты көл дегенмен барабар. Біздің болжамымызды көлдің табиғи жағдайы да дәлелдей түседі. Балқаш көлінің солтүстік шығыс жағалауы мен Іле өзенінің көлге құяр сағасы батпақты болып келсе, көлдің шығысы сортаң. Көл өз атауын осындай сипатына қарай иеленген. Енді балалар, мәтіннен негізгі, қосымша және детальды ақпараттарды табыңыз. Бағалау критерийі. Мәтіннен негізгі, қосымша, детальды ақпараттарды анықтайды. Дескрипторы. Мәтіндегі негізгі ақпараттарды анықтайды. Қосымша ақпараттарды ажыратады. Детальды ақпаратты табады. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, ықтимал жауабымен салыстырып көріңіздер. Негізгі ақпарат. Балқаш қазақ жеріндегі ірі көл. Қосымша ақпарат. Зерттеушілердің көлдің атауы туралы берген болжамдары. Детальды ақпарат. Балқаш көлінің солтүстік шығыс жағалауы мен Іле өзенінің көлге құяр сағасы батпақты, көлдің шығысы сортаң. Келесі тапсырманы орындамас бұрын, есімдіктің тағы бір мағыналық түрі болымсыздық есімдігімен танысайық. Болымсыздық есімдігі. Болымсыздық мағынаны білдіретін есімдіктің түрі. Олар ешкім, ешқайда, ешқашан, ештеңе, дәне ме,
дәнеңе. Мысалы, ешкім естімеген. Ол ешқашан кешіккен емес. Біз ешқайда бармаймыз. Ескерту. Еш, кей, әлде, әр, қайсы бір есімдіктері зат есіммен және сын есіммен тіркесіп келгенде бөлек жазылады. Мысалы, еш уақытым жоқ. Кей кезде, әр адам, әр нәрсе. Екінші тапсырма. Оқылым мәтінінен есімдіктерді тауып, мағыналық түрлерін ажыратыңыз. Дұрыс жауабымен салыстырып көріңіздер. Қайдан сұрау есімдігі, кейбір белгісіздік есімдігі, біз жіктеу есімдігі, бұл сілтеу есімдігі, олар жіктеу есімдігі, осы сілтеу есімдігі, өздік есімдігі, осындай сілтеу есімдігі, ешбір болымсыздық есімдігі. Үшінші тапсырма. Мәтіндегі есімдіктерді тауып, сөйлемдегі қызметін анықтаңыз. Зат есімнің, сын есімнің орнына қолданылған есімдіктерді ажыратыңыз. Бағалау критерийі. Зат есімнің, сын есімнің орнына қолданылған есімдіктің сөйлемдегі қызметін түсінеді. Дескрипторы. Есімдіктердің сөйлемдегі қызметін анықтайды. Сөйлемдегі зат есімнің орнына қолданылған есімдікті ажыратады. Сөйлемдегі сын есімнің орнына қолданылған есімдіктерді табады. Алакөл Қазақстанның ғажайып, қайталанбас көрікті көлдерінің бірі. Ол республикамыздың Қытаймен шекаралас жатқан оңтүстік шығыс аймағында орналасқан. Оның суы тұзды және бұқтырма су қоймасымен салыстырғанда әлде қайда жылы. Бұл өлкеде емдік қасиеті мол сазбалшық пен таза ауа үйлесім тапқан. Балалар, дұрыс жауабымен салыстырайық. Ол зат есім бастауыштың қызметін атқарып тұр, сөйлемде. Оның зат есімнің қызметін атқарып анықтауыш болып тұр. Әлде қайда сын есім сөйлемде пысықтауыштың қызметін атқарып тұр. Бұл сын есім анықтауыштың қызметін атқарып тұр. Сонымен балалар, сабағымызды қорытындылай келе, бүгінгі сабақта біз мәтіннен негізгі және қосымша детальды ақпараттарды анықтадық. Есімдіктің мағыналық түрлерін ажыраттық. Сөйлемдегі есімдіктің қызметін түсіндік. Есімдікті есім сөздердің орнына қолданылатынын білдік. Олай болса балалар, бүгінгі сабағымыз бойынша қиын, қызық, құнды әдісі бойынша кері байланыс жасайық. Білім алу инемен құдық қазғандай қиын болса да, әрдайым қызықты сәттермен есте қалып, құнды дүниелерді қоржындарыңызға толтырдыңыздар деп ойлаймын. Сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.